бізде қазіргі кезде құндылықтарға негізделген мектеп бізде білім лицейлердің арасында сол бойынша бағдарлама жасалды да, сол бағдарламаның негізінде қазір осы ай адалдық құндылығы деп есептеледі. Сондықтан енді адалдық дегенде не түсінесіңдер? Жалпы өздерің ойлары қандай? Не нәрсе түсінесің сен адалдық дегенде? Біраз сөз. Қандай? Қашаған оқыған адал болу дұрыс айтасыз, е? Досың адал болу. Досың адал болу дұрыс айтасыз, е? Отаның адал болу, де? Сол адалдықты сендер қазір көрсете аласыңдар ма? Қалай көрсетесіз? Қалай көрсетесіз? Белгілі болыңдаршы, орындарынан тұрасыңдар ма? Бір-бірімен амандасасыңдар ма? Бір-біріңді құшақтайсыңдар ма? Қалай көрсетесіздер адалдықты? Қалай көрсетесіз бір-біріңізге бағыныштықты? Қалай көрсетесіз? Орныңызда тұрып ма жүрекпіз ғой бәрімізде? Қалай көрсетесіздер адалдықты? Тағы? Дұрыс. Қараңыздар, қол алыстыңыздар, бір-біріңіздің бауырларыңыз дегендіктеріңізді кәдімгі сөзбен амандасып білдірдіңіздер, да? Отыра қойыңыздар. Енді үйге барған сәтте де, әр сенбіде барасыз қойыңыздар, барған сәтте ата-ананы құшақтап сүюді ұмытпаңыздар балдар. Бұл да ең негізгі біздің адамгершілікті бойға жинақтаудағы адалдық негізгі символдарының негізгі бір бөлігі деп есептеуге болады. Енді қараңыз, жалпы адалдық дегенде қалай ұғуға болады? Адалдық дегеннің өзі, мысалға, құндылық дегеннің өзі мысалға адамның оның іс-әрекетімен адамның санасы арқылы кеткен. Адамның санасы арқылы ол жақсы заттарын қабылдаймыз бізді, оны күнделікті іс-әрекеттерде біз пайдаланамыз. Құндылықтардың негізін мысалға қайсысы өзімізге жақсы, өзіміздің өмірімізге тиімді, сол нәрсені алып кетеміз. Өздеріне белгілі жауынгер жазушы Бауыржан Момышұлы сендерге былай деп айтады. Сендер дейді, әрқайсысы ата-ананың сенімді ұрпағысыңдар дейді. Сендер әрбіріңіз өзіңіз жеке тұлғасыңдар дейді. Сендер өз-өзіңізге жауаптысыңдар дейді. Егер сендер өз-өздеріне жауапты болатын болсаңдар, онда өзіңізде нық сенім пайда болу керек дейді. Сенімділікті көрсете аламыз ба? Көрсете аламыз, солай емес пе? Сенімділікті немен көрсете аламыз? Немен көрсете аламыз? Көрсете аламыз. Өзіміздің сабақты оқуымызбен, үлгілі болуымызбен, өз ортамызға адал, сыйлы болуымызбен не көрсете аламыз. Енді бүгінгі біздің өткізетін сабағымыз өздеріңе мәтінді оқуға бердім. Бауыржан Момышұлының Ұшқания повесіндегі кейіпкерлер тұлғасы. Оқу мақсаты дегенімізде, мысалы оқу мақсаты автор бейнесі мен кейіпкерлер тұлғасы қарым-қатынасының тілдік үйлесімін талдау жасаймыз. Түсінікті ғой, ең алдымен Бауыржан Момышұлы өзінің өмірінде мысалға мен сол нәрсеге жетемін, мен сол байқаудан қайтсем де орынды аламын, мен сол биікке мен жете аламын деген сияқты адамның көкейінде сондай үлкен биік арман болса, ол қайтсе де биік шыңға жете алатындығы сөзсіз. Қараңыз, ал енді өмірдегі өзінің негізгі қағидасы қандай? Өз елінің бағасын білген адам ғана басқа елді қадірлей алады дейді. Көрдіңіздер ме? Қалай екен? Қалай? Өз елінің бағасын білген адам ғана бір ауыз сөзбен осы мағынасын түсіндіре аласыңдар ма? Кез келген адам тек өзінің елін мақтап, өзінің дінін қолдамай, басқа жұртқа да өзінің сыпайылығын білдіріп, соларда қолдай білу керек. Қосатындар бар ма? Бар ма қосатындарыңыз? Бар ма? Жақсы, әрі кеттік. Енді сіздермен Бауыржан туралы қосымша деректерді қарап келіңіздер деп айттым да, сіздер қалай іздендіңдер? Қарайықшы. Санда суреттеп мен мындай цифрларды алдым да, бұл сендердің өздеріңіз оққан кешіресіздер. Әрқайсыңыздың топтарыңызда бағалау тақшыларында, өздерінің орталарында тақ өздерінің топтанышында күнде. Бағалау тақшылары. Осыған өздерінің жұттарыңызды, топтарыңызға бағалау тақсыздар. Орталарында жақсын, бекесінде әрқайсың бағалау тақсыздар. Енді қараңыз. Мен қазір сандарды көрсеткенде, осы сандарға байланысты сіз Ұшқанияны оқып келдіңіздер ғой, Бауыржанның өмірін интернеттен алып қарап дайындалыңыздар дедім. Қарадыңыздар ғой, ендеше қазір мен цифрларды көрсетіп бастаймын. Осы тек қана осы цифрға байланысты Бауыржанның өміріне қатысты қандай дерек бар? Сүйікті атқыштар полкының командирі. Атқыштар полкының не? Командирі болған екен. Арсен? 5 жыл әскери академияда қолбасшы болды. Әскери академияда қолбасшы болған екен. Тағы? Бауыржан Момышұлы өзінің 9-шы сынып оқыған кезде мектебін бітіріп жұмысқа кіріп кетті. Дұрыс айтасыз. Тәртібінде бар да?
Айтып ой. Алтай республикалық әскери комиссия аға нұсқаушысы болды. Ал. Бұлар сіздер қандай жиын алтай? Даяқтым. Алтай взвод командир болып. Ага. 11 санның ерекшелігі? Ондай қызыл әскерінде өзі қызмет атқарған. Ага, дұрыс айтасыздар. 6 санның ерекшелігі? Кәмен? 3 сан қандай? Дивизия командирінің орынбасары. Енді ұшқанияны кім оқыды оқымағандығы қазір белгілі болады да. Мен қазір мәтіннің негізінде қазір сендерге үзінділер алдым да. Кітап жоқ қойғанымыз дұрыс болатын жер балдарда шындық болу үшін де жоқ керек та. Қараңыздар да. Биографиялық әңгіме кім қалай оқыды? Қай топ болса да. Қараңыздар да. Өзіміздің білімімізді тексеріп қараймыз. Бірінші, ертегісіз өскен бала рухани мүгедек адам. Қай эпизодта келтірілді осы? Эпизодты өзіңіз соны толықтырып айтатын болады. Қай эпизодта? Бауыржан момышұлы өзінің әжесінің күнде әжесінің қасында жатып өзінің ертегілерін, аңыз әңгімелерін тыңдап өскен бала. Және ол кезде кішкентай болғандықтан сол ертегілердің тек қана ғажайып әңгімелеріне ғана тыңдап, оның нақыл сөздерін қатты тыңдамайтын болған. Бірақ өскен сол нақыл сөздердің өзіне керек екенін түсінді. Сондықтан не? Ертегісіз өскен бала рухани мүгедек адам деп айтады да. Тағы қосатыңыздар ма? Ұшқанияда Бауыржан Момышұлының мынандай сөзі бар. Мен өзімнің мұғалімдерімді барынша сыйлаймын, бірақ менің ойымша олардың берген тәрбиесі, білімі менің өзімнің әжем мен әкемнің тәрбиесінен аспайды. Себебі мені құрттай кезімнен әжем өзінің ертегісімен баулып, әкем болса аңыз әңгімелерін айтып, мені сөйтіп тәрбиелеп өсірген болатын деген. Өмірлік тәрбиесі жоғары, солай емес пе? Ол ұстаздары маған білім берген жоқ деп айтқан жоқ. Өмірлік тәрбиесі оның не? Биіктірек. Сіздер білесіздер ме? Әдебиетші Дәдебаевтың өзінің айтқан пікірінде былай деп айтылады. Бауыржан Момышұлының дейді, өмірге ерте араласуының өзі, қазақтың салт дәстүрінің негізін шебер білуі, есен өзінің өскен ортасын, оның жаңа жеті ата деп аталатын ұғымдардың негізін терең білуінің өзі әжесінің арқасы дейді. Мысалға сендер Мұхтар Әуезовтің Абай романындағы Абайдың әжесі Зеренің әрекеті қандай болатын болса, Бауыржанның әжесі қыз тумастық әрекетте міне осындай болатын. Ол ерте сол жанұя құшағындағы әжелердің бесігіндегі айтқан, бесігін ұстаған бесік жырына, одан соң мысалға қазақтың салт дәстүріне, тағы әдет ғұрыптың негізіне шебер тыңдап өскен бала. Түсінікті ғой? Енді қараңыз. Екінші, түйе бойына сеніп жылдан құр қалыпты дейді. Түйе сеніп бойына жылдан құр қалыпты. Міне? Бауыржан Момышұлы әкелерімен араздасып қалған кезде оған әжесі өз бойыңа сенбе, өзің ақылыңа сен дейді. Ертеде мынандай болған деп ол өз ертегісін бастап кетеді. Ертеде түйе өз бойына сен күнді бірінші көремін деп жылдан құр қалып қойған екен. Ал тышқан өзінің ақылдылығының арқасында жылда бірінші болып тұр. Осы айтыңызшы, мұқият болып қараған болсаңдар, қандай сөздер айтылады осыған байланыстағы? Қандай сөздер айтылады? Бойыңа сенбе, бойыңа сен. Дұрыс, тағы? Айта ғой, айтасыз. Түйеде бойың болғанша тышқандай ақылың болсын. Түйеде бойың болғанша, тағы да не деп айтып болады, тағы өзіңіз өз тарапыңыздан. Түйеде бойың болғанша, қандай ойың болсын? Қандай ойың болсын? Қандай? Түйеде ойың болсын, солай ма? Жақсы. Сіздер мәтін бойынша айтып отырсыздар, өте жақсы. Тағы кім маған жауап берген жаңа? Айдос, жақсы. Енді қараңыз. Келесі. Момыштан сұраңдар. Момыш біледі. Кім білсіз? Момыштың әжесі қыз тумас, оған сұрақ қойған кезде, ол жауап берген кезде, момыштан сұраңдар, момыш біледі деп, момышқа жеріп тұрған адам. Қандай эпизодта қозғалтушы еді? Момыштан сұрағанда көбінесе ауылдың атынан момыш болып өткен момыш өзі елден ерекше бір орыс әдебиетінде есікте оқи алатын, есептеле шығара алатын кейбіреулер дау дамай болатса, соны шешу үшін момышты басқа жаққа кетіп қалса айлап күтетін болады. Тағандай да мектепке көп мәтін арқылы тағандай да мектепке кетеді. Момыш өзі жастайынан еңбекқор адам болған. Басқалар хат танымағанда өз бетімен
алғаш сауатын ашқан, ауылдағы сауатын ашқан адамдардың бірі болған. Егер ауылда құжат немесе басқа да нәрсе толтыру керек болып жатса, барлығы момышқа келіп, сол қағаздар момышқа толтырған, сол момыштың адалдығына сенген. Момыш кей кездері ауыл адамдардың ішіндегі ақысын жегісі келген адамдарды талай ұстап берген адамның бірі болды. Жақсы. Кетіндерін салуды. Ал кетіп қара. Қорықпа, беріп отыр. Әне. Бірде әкесі Бауыржан Момышұлын әкесінің алдынан алып шығады. Сол кезде әкесі оны артқа отырғызады. Ол тақтынан беріп ұстап. Кім еді осы кезде алып шығатын? Әкесі алып шығады, тақтынан беріп ұстап отырады. Ол қайта екі жақтан қоржынға қарай қалып кете береді. Сонда қорықпа беріп отыр деп әкесі айтады. Әпкесі айтады. Өте жақсы. Атқа отыруды үйретіп жатыр солай ма? Кім оқытты? Келесі. Қария кісілердің сақалынан қасиет қадір белгісі көрініп тұрар еді. Қай тұстарда? Дәурен. Бір кезде Бауыржан ағаш үйдің ішінде отырғанда көп үлкен кісілер отырады. Сол кезде әкесі оның амандаспағанын көріп, оны үлкен кісілермен амандаспайсың ба деп сұрайды. Сол кезде Бауыржан шығып, есіктен қайттан кіріп, ассалаумағалейкум деп, ассалаумағалейкум аталар деп амандасады. Одан да бұрын суреттеліп оқиға бар ма осы жерде? Ол есейе келді, өзінің балалық шағын еске алып отырған кезде тауларды еске алады, сол кезде қарай. Биік тауларды еске алады. Сол кезде кішкентай кезде ешбір жаман нәрсе жоқ деп ойлайтын едім дейді. Сол кезде есіне алатын сөзі. Нақтырақ. Тек позицияда ненің Өзге адамдар тек айналайыннан басқасы өзге сөйлемейтін. Үлкен адамдар әрқашан айналайын деп оны іздейтін болған. Ал қариялардан басқа мейірімді жан болмады секілді көрінеді. Балаларының өзі қандай? Түйенің өркешіндей әдемі көзге түсіп тұрады солай ма? Оның сыдырып аққан бұлағының өзі қандай? Оның бәрі мысалға сол Бауыржанның балалық кезіндегі өткен өмірінің бәріне көз алдына елестеп көрсетеді дейді балалар. Қараңыздар. Енді жұмыс жасаймыз балалар. Келесі. Қоқыс формуласы бойынша жасаймыз, өздерің білесіңдер. Қазір мен сіздерге сұрақтарды жазып береміз. Менің ойымша, мен оны былай түсіндіре аламын деп айтуыңыз болады да, немесе мен мына фактілермен оны дәлелдей аламын. Біз фактілермен дәлелдеп эссе жазуға төзімейміз, осылай емес па? Мынадай шешімге мен келдім деп. Түсінікті ғой? Осылай бастаймыз, осылай ортамыз ойымызды. Келесі, кеттік. Бірінші топқа шығарма неліктен Шания деп аталған. Әжесі қандай себеппен Бауыржанның әкесін Тарамыс деп атаған? Сізге білейін да, бірінші топқа да, сіздерге болайын. Тарамыс деп атаған, әкесінің тура Момыш атану себебі неде? Есте сақтадыңдар ма? Қоқыс формуласына салыстыр. Келесі, екінші топ еркінің тобы болайын, еркінің тобы. Бауыржан батыр туған. Бауыржанның ата батасы қабылмақ. Ішіндегі баталарды аласыз мәтін ішіндегі. Көрдіңіздер ма? Оны қазіргі өмірдегі мәтінмен баталармен көріп түйістіріп салыстырасыздар. Келесі, үшінші топ бар қойды. Ғизат сен тобы болайын. Жетатасын білмеген жетесіз мәтіннің ішінде бар қойма. Ел танып тек жетатаға тірелеме. Осы тіркесіз негізде бар. Соңында қорытымын осылай жасайды. Сіз соны қазіргі кезде өмірмен байланыстырасыз. Түсіп қоды? Келесі төртінші топ, қалған топ. Бауыржан Момышұлының нақыл сөздерінің тәлім-тәрбиелік мәніне де нақыл сөздер көп қой. Сонысы толып жатыр. Бала Бауыржаннан Батыр Бауыржанға дейінгі өмір жолын өзіңе үйге ұстан аласың ба? Қалай үйге ұстан аласың? Немен дәлелдей аласың? Түсіп тұр? Жазылымда бөле? Бір-екі түрк мынада жасаңыз. Екі топ түрік жарайды бөле? Отбасында мәтінен бір ашып қарауыз болады. Сендер ойларға түсіргенге дейін, мен бір Бауыржан туралы естелікті айтып бересіңдер беді. Бауыржанды кісіға батыр, жауынгер жағы ішінде жатырмыз басылайма. Оны тіпті, неге Бауыржанның өзіңіз портретін көрдіңдер ғой, неге оның түсі сұсты болып тұр? Мысалға, Бауыржан деген кезде мысалға дәлетпейтін адам жоқ, қоймейсіз бе?
енді сіз айтуыңыз мүмкін, ол әділдігіне қарай әскери қолбасшы болғаннан кейін әскери адамдардың бәрі сондай болу керек деген сияқты да. Немесе айтуыңыз мүмкін, қазақтың нағыз ер азаматы осылай болу керек деп те ой түйіндеуіңіз мүмкін да. Ол да дұрыс, қараңыздар да. Енді қараңыз, Бауыржан Момышұлы бір күні Сарыағашқа демалуға келеді. Сарыағашты білесіздер ғой, иә? Сарыағашқа демалуға келеді. Сол жерде демалып жатқан сәтте Бауыржанмен барып кездесуді, онымен сұхбат өткізуді Мекемтас Мырзахметовке тапсырады. Мекемтас Мырзахметовтің кім екенін білесіздер ғой? Абайтанушы, абайды зерттеуші ғалым. Енді қазіргі кезде үлкен жасы егде кісі. Осы Бауыржанға келген сәтте ол біраз қорқады. Неден бастасам екен, қандай ой тастасам екен, қалай баста әңгімеге тартуыма болады деген сияқты сондай үлкен жүректің лүпілімен, дірілімен келеді де Бауыржанмен кездеседі. Келген сәтте бір-бірімен амандасып болғаннан кейін жөн сұрасады. Бауыржанның әдеті бойынша, сен кімнің баласысың, қай рудансың, қай өңірденсің, міне осылай бірмен сұхбаттасады. Сонда мен Түлкібастан боламын деп әңгімені айтқан сәтте, әкеңнің аты кім деп сұрады дейді. Әкемнің атын айттым. Біраз 10 минутқа дейін Бауыржан үнсіз қалды дейді. Мен жүрегім дірілдеп әлі қорқып отырмын дейді. Ол түрлі ойларда болады Мекемтас. Не айтар екен маған деген сияқты да. Міне осылай біраз отырғаннан кейін, ей бала, мен сенің әкеңді танимын ғой, мен сенің әкеңді білемін деп айтты дейді. Қараңыздар да. Сен қайда жүрсің қазір? Қайда оқып жатсың деп сұрады дейді. Мен қазір Алматыға аспирантура деп айтады, қазір магистратура ол кезде. Алматыға аспирантураға түсейін десем, оған түсуге мені қабылдамай жатыр деп айтты дейді. Қараңыздар да. Сол кезде ол тұрып көтеріп Ғабдолин ол кезде Ғабдолинге звондап, сол жерде менің Мекемтас деген бір інім бар. Соны ертеңгі күн аспирантураға қабылдайсың деп тұрып қойып тастады дейді. Қараңыз, көрдіңіз бе, қандай үкім көріп отырсыздар ма? Деп тұрып қойып тастады. Содан кейін бір ертең сен бала аспирантураға түсіп кететін болса, менің үйімде боласың деп айтты дейді. Көрдіңіз бе? Егер сен менің үйіме келмейтін болсаң, онда сені милициямен мен тауып аламын деп айтты дейді. Міне қараңыз, мен сол жүрек лүпіліндегі қорқынышпен, мен бұл үйде қалай өмір сүремін, қалай жасаймын, мен Бауыржанның қасында қалай мен оның қасында бірге боламын, ондай текті адамдардың қасында мен қалай әңгімелесем деген сияқты үрей қорқыныштар менде басым болды дейді. Бірақ ауылына барып Бауыржанның үйіне түскеннен кейін баяғы сұлулықтың бәріне жоғалып кеткен екен. Жоғалып кеткен бәріне. Ол кәдімгі қарапайым адам болып өзімен бірге сұхбат құрды дейді. Қараңыздар. Қазіргі кезде Мекемтас Мырзахметов Бауыржан Момышұлының 30 томдық шығармалар жинағын жазып жатыр. Егер мысалға қартайған кісі ғой Мекемтас Мырзахметовтің өзі, ол енді мысалға жазуға төселіп, қазір 15 том шықты, ары қарай жазып бітірсе, онда сіздердің әрқайсыңызды ертең әскер қатарына баратын сәттегі сіздің Құранындай сақтап жүрегіңізге ұстайтын кітабыңыз не? Осы Бауыржан Момышұлының Мекемтас Мырзахметовтің жазған зерттеулері болады. Түсінікті ғой? Қараңыздар. Осындай қырағылықтың өзі, осындай әрекеттердің негізінің өзі, қандай шығарманы оқысаңыздар да, қандай Бауыржан туралы естеліктеріңізді оқысаңыздар да, оның өмірдегі қаталдығы қай кезде де өзінің ортасында болған шындық. Түсінікті ғой? Бастайық әңгімемізді. Сіздер қайсыңыз топ бастайсыз? Сен жылдам. Бастаңыз. Менің ойымша шығарманың ұшқан атау себебі Бауыржан Момышұлы өзін кішкене балапанға теңеп тұр. Себебі балапан кішкене кезінен ер адам лезде ұшып кете алмайды. Сол секілді Бауыржан да өзінің атасының және әжесінің, әкесінің тәрбиесінсіз өсе алмас еді. Тәрбиесінсіз өсе алмас еді, сөздерімді артып айтыңдар. Тағы? Келесі? Қосатын бар ма? Қосатын бар ма? Бар ма қосатын? Екінші сұрақ апыр. Бар ма? Екінші сұрақ қой. Әжесі Бауыржанның әкесін тарамыс деп атаған себебі оның қолдары тарамыс және ат болса да күші көп болған. Бір кезде Бауыржан әжесінен сұраған кезде неге оны әкемді тарамыс деп атайсыз дегенде әжем өтіп ашуланғандай болып, ей бала, әкеңе не үшін жақтасып отырсың деп айтады екен. Тарамыс деген мағынасын түсіндік пе? Сіздер өшіп кеткенсіздер ғой. Қандай екен тарамыс деген? Күші көп адам. Тарамыстан қолының сыртында тамырларының барында бөлген, шық тұрып. Келесі. Үшінші сұрақ. Әкесінің тура болса атаның себебі неде? Осы ұшқан ұяда айтылатын бір әңгіме,
бұрында ауыл арасында болыс сайлануға аз уақыт қалған кезде адамдар пара беріп, ақыр соңында пара беріп, солай болыс сайланған екен. Осыдан кейін жоғары жақтан хат келсе, ешкім танымай, жаза алмайтын болған екен. Сөйтіп бір күні барлығы үлкен жиында жарты деген сөзді, яғни 2/1 деген сөз жаза алмай отырады. Себебі дауыс жинап жатыр қой ма? Иә. Жасында жаза алмай бәрі күйіп жанып жатыр кәдімгі. Сөйтіп жаза алмай жатқан кезде ауыл адамдары күйініп, осы жазуды кім жаза алады екен деп күйініп жатады. Сол кезде жаңағы момыштың өзінің ағайыны соның арасында би болады. Сол осы арамызда ешкім жазып бермесе, мен біреуді шақыртайын деп жаңағы момышты шақыртады. Сөйтіп момыш келіп, мен барлығын жаза алмасам да мен жазып берейін осы сөзді деген екен. Сонда адам барлығы сенбей, сен жаман неме, бір жаман жерден шыққан қарапайым адам емессің бе, бұны қарилардың өзі жаза алмай отыр деп айтқан екен. Жарты деген сөз жаза алмай отыр. Сонда Бауыржан өзі жазып береді. Осыдан кейін халық арасында осындай өзінің сауаттылығымен, білімділігімен танылған момышты ауыл ақсақалдары старшын қылып сайлайды. Осылай өзі 17 жыл старшын болып, 18 жылы өзінің ықтиярымен өзінің досы Ерешке старшын атағын береді. Ол өзі қанша уақыт старшын болса да өзінің байлық жинамаған. Сондықтан ауыл адамдары, ақсақалдары момышты тура момыш деп атап кеткен. Келесі, сіздіңіз тағы дайындық топтарыңыз. Бауыржан жарым толған өйткені ол туылғаннан бері оның әжесі Қызтумас оған әртүрлі әңгімелермен жақсы білім береді. Бауыржанның өзінің айтуы бойынша өзінің әжесінің берген білімі мектептің білімінен де жақсы болады. Өте жақсы. Ойларыңыз қосатын тағы бар ма? Әдесі? Ол әкесінің аңыздарын тыңдап, әжесінің ертегілерін тыңдап, ол өскен соң айтады екен, мен мектепте алған білімдермен қараған ата-анам мен әжемнен алған білімім артық деп. Менің ойымша Бауыржан Бақытұлға деген былай түсінемін. Бауыржан Момышұлы секілді ешкімді қайсар батыр бола алмайды. Қайсар бола алмайды. Мен оны мынадай фактімен дәлелдей аламын. Ол 11 ай қызыл әскерде жүрсе, 3 ай дивизия командирі болса, 5 жыл әскери командирінің әскердің қолбасшысы болса, ешбір адам бұндай төзімділікке төзе алмас еді. Мен мынандай шешімге келдім. Яғни әрбір қазақ жігіті намысшыл, ержүрек, қайтпас, қайсар болу керек. Өзі әскерде болған кезде полковник генералдарды өзінің қылышпен әртүрлі трюктармен таңғалдыратын болған. Және де ол әскерден кейін сол кеңес одағының генералдарына өзі дәріс берген кезде генералдар оны тапқыр және стратег ретінде таныған. Тіпті келтесе соғыстың өзін қандай әдіспен жүргізген? Ром бекәдісіне солай ма? Келесі, сіздің тоғыз. Бауыржан Момышұлының бір батасын айтқым келіп отыр. Мысалы, ол өз баласына қылық деп берсем қу болма, шыбық деп берсем ши болма, бәрінен де шырағым, баян ұл болма деді. Меніңше қазір осындай баталардың маңызы азайып бара жатыр. Және де кез келген ата өзінің баласына осындай баталарын беріп жүргенін ешқашан көрген жоқ. Пікіріңіз қандай? Пікірім, әр адам өз баланың бата айтып жүрсе екен. Бата берді секілді, өз ортасында да. Жақсы. Тақысыңыз бар ма? Сіздің тобыңыз? Бауыржан Момышұлы сөздерінің тәрбиелік мәні неде дегенде, оның
мысал ретінде оның нақыл сөздерінің бірін алуға болады. Мысалға, опасызда отан жоқ деп, ол опасыз деп өзінің наны ақшасы үшін халқын сатқан адамды айтып отыр. Және де Бауыржанның жас кезінде оның ауылында сондай чиновниктер көп болған. Пікіріңіз қандай? Осындай адамдар көп болса, ол елдің заты болатын. Осы адамдар осындай ерлікті. Бауыржан момышұлының бір сөзі бар. Алатын кезде қолын созып беретін кезде бұғып қалып, істеген ісімен амғандағын жіп кетсіп айтып шығатын адамнан тұлғаның өзі бір олжа дейді да, бұл сараңды андай мақтаншақ адамның істеген іс-әрекеттерін айта беретін сондай сараң адамның кейпін өтіп. Бауыржан неден қорқады? Өзің күшінен қорқа ма? Күшінен қорқа ма? Неден қорқады? Неден қорқады? Өмірде үш-ақ нәрседен қорқам дейді ғой. Бірінші, балаларына немерелеріне ертегі айтып бере алмайтын әжелерді тойып бара жатқандығынан қорқам дейді. Екінші, бесікке баласын салып әлдейін бесіншім айта алмайтын балаларына тойып бара жатқандығынан қорқам дейді. Үшінші, тексіз ұрпақтың көбейіп бара жатқандығынан қорқам дейді. Солай ма? Тексіздің қолына балта берсе шыға салады, найза берсе суға салады. Қараңызды, міне ол сенің өзіңнің тағдырға біткен тексіздік па? Жоқ, әркімнің өзіңе тауып алған тексіздігі. Мен оның мындай фактімен дәлелдедім. Баяғыда біздің ата-бабаларымыз баланы 5 жасынан 7 атасына үйреткен. Себебі 7 ата біздің халықтың, ұрпақтың сабақтастығын көрсетеді. 7 ата ол отанға деген сүйіспеншіліктің бастамасы. 7 ата бұрында 7 атаны әрбір келген қонақ 7 атаның бірінші келгенін бойдан сұрайтын болған. Сол себептен Бауыржан ол момыш әкесі тапқан. Иә. Кетті қарайыз. Енді қараңыз, Бауыржанның қандай батыл тұлғалы жан екендігін білдіңіз балдар, солай ма? Ол соғыс өртінде жүрген сәттің өзінде ол мынадай үн қатады сендерге. Былай дейді. Отан алдында адамгершілік, намыс алдында ақ ниетпен азамат соғысты, тәуелсіздік үшін жан тәсілім етті. Имандарды тоспыз. Көріңіз балдар, бүтін жылағыңыз бетті. Көңіліңіз бүтін болды ма? Қараңыздар да. Енді қараңыз, Бауыржанға арнап жазған ақа жазушылардың өлеңдері көпті. Мұқағали Мақатаевтың өзі қандай сый тартсам екен аға саған, білмеймін жараса ма, жараспай ма, аппақ тонын атамның тәбәрігін жүзге келдеп арқаға жабысалым дейді. Сендерден бірдеңе шықпады деп ойлаймын, жаңағыдай әсер етті деп ойлаймын. Солай ма? Мына қазір мен сіздерге плюс-минус сосын кейін қызықты деген нені берейін өтім, сосын кейін сезімнен туған жұмақтар берейін өтім. Үйіне келді көтсін. Мә. Бұдан, тез. Бір шумақ болсын. 2 жол болсын, не? Тез жылдан. Көрдіңіздер? Ең қиын пән не? Қазақ тілі әдебиет бар. Қан майданнан шалғасы дәлелмен, өз ұлтты жақсы көрген жүрегімен, өз алысы, өз кейде де істелген Бауыржан сенің ісің мәңгі елмен.